Ал блогерлерге үндеу қаншама қамыс өртеніп жатыр. Анаяқта түсіріп жатсыздар, әкімдер түсіріп жатыр, депутаттар түсіріп жатыр. Міне қамыс деген. Міне, ал қараңыздар. Мен осыны таратам, ағайындар. Ал миллион просмотр болсын деп үшін емес, маған түк те ақша төленбейді. Міне, например, мен мынадан бас тарттым да мынаған көштім. Ал мынауның бағасы тағы қымбаттап кетті. 2200 теңге дейді ағаш. Ал мынау 5200 теңге. Мынау деген 50 мыңға саттым. Енді келіп мен халық әлі айтып жатыр. 50 мың қымбат дейді. Енді мынау қымбат кетсе мен қалай айтамын? Мынау деген 17 мың теңге опилкіден салады. Бұл кәдімгі қамыстан салады. Міне, специально сіздерге істеп қойдым. Міне. Мен бүгін осы жұмысым осы болды ғой менің. Кәсіпкерлерге, міне достар, үндеу, блогерлерге үндеу. Біреуді үстінен заявление жазып жатыр, біреудің үстінен арыз жазып соттатып жатыр, АНПЗ-ның түтінін айтып жатыр. Ол өзгермейді, ағайындар. АНПЗ өзгеру үшін, ағайындар, Арман Хайруллинге айтатыным, өзгеру үшін халыққа ақша төлесін, экология. Соны реттеңізші, мысалы, сол сияқты. Ал бізде Азғыр полигонын кім нетеді? Азғырдың адамдарына неге ақша төлемейсіздер? Вот соны қозғайтын бір журналист жоқ, көрдіңіздер ме? Біздің Атырау облысы Құрманғазы ауданында мындай қамыс шығатын болды. Міне мен сіздерге кесіп көрсетемін, міне. Қараңыздар, міне. Өтпейді кейбір жерлер өтпейді. Неге? Клей бар, клей. Ал мынау қамыс қайда жаңағы? Міне қамыс, міне клей, міне. Қамыс пен клей, міне. Қараңыз. Көрдіңіз ба? Осыны өндірейік, осыны таратайық, біздікі, сіздікі деген бар ғой. Апамыз айтты ғой бір кезінде депутат. Сол сияқты өзіміздің Қазақстаннан алайық, Ресейден алғанша. Көрдіңіздер ме? Кәсіпкерлер режимімізде сол тыңдап отырған кәсіпкер, сіз осындай алыңыз. Осындай аппарат алыңыз, осыны істетіңіз. Баяғыда болды Теңіз ауылдық округінде. Сол сияқты мен айтайын дегенім осы үндеу. Бір-бірімізге арыз жазып жатық, біреудің видеосын түсіріп, біреуге салып жатырық. Өз басым айтар, мен видео салам, мен деген бағанағыдай қысқа киіп жүргендер, басында орамал жоқ, әңгіме айтып, Джилоның өлеңдерін тыңдап, Американың өлеңдерін тыңдап, ай Алла тағала, оған да өзіміздің қазақтың қыздарының өлеңін тыңдаңыздар керек болса, домбыраны жаңғыртыңыздар, аэропортта домбыра өткізбейді дейді. Мына қамысты өзіміз неге істемейміз, қараңдаршы. Дымда өзгешелігі жоқ, қараңдар, бәрі бірдей. Міне, бәрі бірдей. Міне, краскілер специально қойып қойын, қара. Краска, міне. Краска. Көрдіңіздер ме, достар? Өзіміз ғой, мына туалет не үшін? Туалет сүйуге ғой, мысалы, айналған ғой. Нужда. Ал мен кейде далаға сиетін адамдар бар, былай қарағанда. Туалетке жетпей. Сол сияқты ғой, ағайындар. Арыз түсіру деген сол қояйық, өсек айтуды қояйық. Өсек өтірік мақтаншақ, қанағат рақым ойлап қой дейді. Мынаны жаңғыртайық, ағайындар. 3 видео түсірдім, таратып жібереміз, миллион просмотр. Сол миллион просмотр ішінен бір кәсіпкер шығып, осыны өндірсе, біз Ресейде алмаймыз, Қазақстан аламыз. Еліміз аман, жазамыз, аман болайық.